Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын керемет дәмді сорпаның рецептімен бөлісетін боламын. Және де тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Біздерге керек заттар ет, пияз, сәбіз, картоп болады. Ең алдымен осындай пиязымызды, сәбізімізді, картошкамызды сырттарын ашып, тазалап, жуып алатын боламыз. Ендігі кезекте бізде етке өтетін боламыз. Етте мен осындай үсек, сом етті пайдаландым. Ендігі кезекте бізде осындай қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымыз қызғаннан соң осындай еттерімізді салып, қуырып аламыз. Еттерімізді осылай қызартып, қуырып алып, үстінен пиязымызды, сәбізімізді саламыз. Осындай томатымызды кішкене бір қасық тұзымызды салып, араластырып, қуырып аламыз. Осындай араластырып қуырып алдық. Енді кішкене су құйып, керекті мөлшерде суымызды құйып, осылай қайнатуға жібереміз. Сорпамыз осылай баяу отта 2 сағат қайнап шықты. Енді сорпамыздың дәміне қарай бұрыш, тұз салатын боламыз. Менде осындай картошканы майдалап турап салдым. Енді осылай күрішімізді жуып, тазалап салатын боламыз. Осылай күрішімізді салып, қайнатып алдық. Бізде барлығы пісті.